Ассалаумағалейкум достар, қалайсыздар? Сіздермен бірге бүгін жастар өнер білім орталығындағы жас видеоблогер үйірмесіндегі тобымыз. Жалпы жігіттер, қыздар қалайсыңдар? Жақсы. Ал достар, енді мен достарымды таныстырып шығайын. Мысалға бұл Шыңғыс. Шыңғыс жақсы видеоларды монтаждайды, жақсы қызықты видеолар түсіреді. Шыңғыс, өзің жайында айтып кетсең? Рахмет. Мен 7-ші мектепте оқимын, 6 сыныбында. Айтқанда мен монтаждаймын. Монтаждауға келдім. Өзім монтажды үйренейін дедім. Видеоларды монтаждап каналымыз үйренейін дедім. ютубта уақытымен анда видеолар шығады. Енді мен қыздар таныстырып кетейін. Бұл бізде Жанерке. Ол 50-ші мектепте оқиды, 6-шы сыныпта. Ол бізде жас видеоблогер. Мені жақсы көресің. Мені? Сен бұл үйірмеге неге келдің жалпы? Қандай қызығушылықтарың бар? Мен бұл үйірмеге келгенде дейтін, басында келетін алдында мен дейтін, өте ұялшақ болған. Вообще ұялшақ болған. Содан дейтін, ұялшақ болғаннан кейін ұялшақтың айырылу үшін, сосын дейтін. Блогер болғым келеді, анау дегенде. Бұл бізде Жанерке. Жанерке дейтін, ол да жас блогер, ол да мені аттасым. Ол деген өзінің инстаграм парақшасында түрлі видеолар салып, тикток видеоларын салып, солай не істейді. Бұл бізде Мархабат, ол осы видеоблогер үйірмесінің белсенді қызы. Кезет формат инстаграмын жүргізіп отқан осы қыз. Қай мектепте оқисың, қай класста, таныстырып кетесің? Мен 38-ші мектеп лицейінде оқимын. Қазіргі таңда 7-ші сынып оқып жатырмын. Айтпақшы, мен Бекнұр таныстырып кетемін. Бұл бізде Бекнұр, осы видеоблогер үйірмесінің белсенді оқушысы. Ол деген қазіргі таңда көптеген контенттерді жүргізіп жатыр. Соның бірінде қазақша сөйле деген өзінің бастаған жұмысы бар. Ассалаумағалейкум достар. Бүгін қазақша сөйлек бағдарламасында менің достарым. Жігіттер, жалпы кеше не істедіңдер? Мен кеше магазиннен морковь алайын деп едім, сатушысы сдачаға спичка қайтарды. Кеше дүкеннен сәбіз алайын деп едім, сатушысы қайтарымына сіріңке берді. Сол неге тоқтап қалды? Сен қазір не істеп жүрсің? Өйткені біздерде 8А дейтін сериал шықты. Ютубтан көрсеңіздер болады. Сол жақта біздер Мансур досым екеуміз ойнаймыз. Соны кіріп көрсеңіздер болады. Жалпы сендер өздерің сол киноны көрдіңдер ме? Иә, көрдім, тамаша. Иә, мен көрдім. Сол қызықты болды ма біздің ойнағандарымыз қалай екен? Иә, маған әсіресе Самат екеулеріңнің жылағандарың қатты күлкілі болды. Жақсы. Қыздар, балдар, давайте шаңғы теуге барайық. Давай, барайғы. Барайық, қашан барайын еді? Примерно уж сол жерде тұрсың ғой, так. Мен бара алмаймын. Бара алмайсың ба? Сен бара алмайсың ба? Бара алмаймын дейді. Бара алмайсың ба? Мен де бара алмайтын шығармын. Сен де бара алмайсың ба енді? Не істейміз біз? Бара алмаймын деп тұр бізге. Бармай қойыңдар, иә? Жалпы сен тикток түсіремін деп айтып қалды. Сен тиктокты қашаннан бастап түсіріп жүрсің? Нешінші класстан бастап? Қазір сен неше оқисың? 6.
бір жыл болды. Бір жыл болған екен TikTok'ты бастап жүргеніне. Қанша подписчик бар? Жалпы сендерге осылай влогер болып жүрген ұнайды ма азат? Маған өте қызық. Телефонмен жүрген. Әсіресе. Телефонмен жүрген ұнайды екен. Мансұр, сен айтпақшы, ютубта балалайк деген өзіңнің жаңағы жобаң бар ғой, иә, адамдармен сұхбаттасасың. Таза ауылбайский вайнерлер, Алан және Мирас. Жалпы идеяны қайдан аласыңдар? Өзіміз отырамыз, әңгіме соғамыз, сол әңгіме соққан жерден прикол кетіп қояды, сосын осыны түсіріп. Жалпы ешкім жетіспетсе көшеде кетіп жатқан апанды алып түсіре береміз. Сендердің негізгі көрермендерің кімдер? Нұргүл, Жансая, келеді ғой, бауыздар жібереді көбінесе. Жаман сөздер. Сол жобаң сенің қазіргі таңда ол да тоқтап қалды. Сен неге соны уақыт бөліп? Виктор өзі түсіндіріп өтті ғой ғана. Екеуміз түсіп жатырық, сол неатқа уақыт болмай жүр. Сондағы балдардан сұхбат алатын бар ма, блог түсіріп жүргенде? Иә, алдағы уақытта бізде өзіміз блог түсіретін боламыз. Сол блогтарды біздің парақшаларымыздан қарасаңыздар болады. Біздің парақшаларымыз төменде болады. Айтпақшы достар, Ссылкасы описание. Айтпақшы достар, мына жерде дейтін біздің өзіміздің жас видеоблогер командасымыздың өзіміздің инстаграм парақшамыз бар. Соған дейтін мына астында тұр, соған тіркеліп кетіңіздер. Иә, кезіп бар ма, жаңа айтып кеткендей. Жалпы сендер білесіңдер ме, қазір дейтін 4-90-да мектеп ашылайын деп жатыр. Деп айтып жатыр. Иә, деп айтып жатыр. Мен де білемін. Соны кім мектепке барғысы келеді, кім барғысы келмейді. Мен табым беремін. Онлайн оқыған нормально сияқты. Нормально қосыл. Неге онлайн оқыған ұнайды, ал неге бармаған ұнайды? Конечно. Онлайн оқыған кезде онлайн оқыған кезде барлық сабағын 4-тен 5. Бірақ дым білмейсің. Шын ғой. Барлық сабағын 4-тен 5. Көшіріп аласың, кайф қой, анда шаңғырлатып дауысын өлең тұрады, солай көшіріп алмайсың анда. Сонысы кайф. Сені мұғалімдерге айту керек. Мектепке кейін ештеңе білмей аласың. Шағанда ештеңе білмей аласың. Жалпы, мінекей, Мансұрдың шын бет бейнесі ашылды. Біздің бағдарламамыз осындай шындықты айтатын бағдарлама. Виктордың шындығын айтамыз. Аңдатпадағы айтамыз, көрсетеміз деген ақпараттарды зейінімізден зекет беріп түгел жеткізейік енді елге. Жоғары оқу орындарын жоғары бағаға оқығандардың деңгейі төмен дегенді көргенде көзімізге сенбеді. Қателік қайдан кетті? Оқуды таусып, жұмыссыздықпен қауышып жатпау үшін қайтпек керек. Сұрақ көп, жауап жалқы, пікір пішен. Біз бүгін айтамыз. Ал саған қалай өз ойыңды айтал? Онлайн барған ұнай ма? Сен сұрақ қойып жатсың ғой. Саған мектепке барған ұнай ма, әлде онлайн оқи берген ұнай ма? Маған мектепке барған да ұнайды, онлайн оқыған да ұнайды. Өйткені онлайн оқыған кезде асықпай тұрып, асықпай сабағын созғын орындап салуға болады. Ал мектепке дәл уақытында дәл орындау керек. Еще мектепке барған кезде достарыңмен не істейсің? Ал енді қыздар, балдар. Жалпы сендер кино көресіңдер ме? Кино көрген ұнайды ма, тағы басқа? Мультик көрген. Айтпақшы мультик демекші, қазіргі таңда... Том и Джерридің киносы. Иә. Сол кино шығып жатыр. Жоқ, мен әлі барған жоқпын. Ертең бұйырса болашақта барамын. Айтпақшы, қазіргі таңда балапан көретіндеріміз бар сияқты. Мектептегі. Жалпы сол балапан жайлы өздерінің ойларын айтыңдар. Мектепте соған қарайсыңдар ма жалпы? Өздерің соған қарайсыңдар ма, видеоларда, әлде қарамайсыңдар ма? Мен қарамаймын. Мен кейбір кезде мектепте дейтін аздап сабақ оқып жатамын ғой, онлайн оқығанда. Сонда дейтін сабақ түсінбей қалатын бір жерлерім болса, сонда дейтін сол ютубтан қосып. Мен балапан вообще қарамаймын. Сабақты мен білмеймін, әйтеуір кітаптан, конспекттен. Өйткені мен крутоймын да Блогер деппін ғой. Мансұр, сен деген сонда ертең айтып тұрсың да, ана ертең өзіміз блог түсіреміз, сонда жаңағы актер-актрисалардан киноға ойнап жатырған, солардан сұхбат аламын деп, тек қана солардан сұхбат алып тұрып қаласың ба, әлде басқа кімдерден алатын ойың бар тағы сұхбат? Мен сұхбатты алда інендерден алғым келеді.
Сосын тағы кім еді ана Жұмабаев дей ма, сол да Оралда тұрады, содан да алғым келеді. Сонда атақтылар ана інінендер айтты ғой, батысқа келем деп, сол кезде соны алып алғым келіп тұр. Ержан Максим солардан аламын. Сен мысалға осы уақытқа дейінде енді атақты адамдардан кішкене алдың енді сұхбат. Сол кезде ютуберлерден алдың, жалпы солармен сұхбат алған қиын ба екен, қалай болды? Білмеймін, әйтеуір жүрегің соққан сезіп тұрасың. Сен ол балалайық жобасын қашаннан бастадың? 5 ай бұрын ба бастадым ғой? 5 ай бұрын ба? Қазір сол YouTube каналында бүкілі шығып отырады, да? Жалпы Мансұрдың YouTube каналы бар, сол жақта балалайық жобасын салып отырады, оны да тамашалап қойтыңыздар. Сен қазақша сөйле деген рубрикаңды да арғатай дамыту керек, ол да жақсы. Алда қандай пландар бар соған? Алда жақсы пландар бар, далада түсіру деген сияқты. Бізде өзімізде сондай сыртта түсіру, немесе тағы басқа дейтін сондай қазақша сөздерді кірістіріп сөйтіп сондай пландар бар, жоспарлар. Бекнар үшін ютубта канал ашасың ба жақын уақытта әлде? Ашып қойдым. Инстаграммен жұмыс істейсің бе? Ашып қойдым. Жалпы ютубта канал ашып қойдым уже. Енді бұйыртса соған видеолар саламыз. Соны күтіңіздер. Салған кезде сіздерге барлығын айтатын боламыз. Қазақша сөйлейді деп алып өзім адам бері еще, уже, план деп отырсың. Оған не себеп? Өйткені мен солай үйреніп қалғанмын. Аңдатпаған видеода жаттанды сөйлейді, ал нетті өмірде кәдімгідей өтірік сөйлей береді. Неге айтамыз? Мінекей өзінің шын бет бейнесін көрсеткен бала, біздің де шын бет бейнемізді көрсеткісі келетін жар деген сияқты. Шыңғыс сен ше, үндемей отырсың, майсың, YouTube канал ашатын нең жоспарларың бар. Жоспарларың бар. Ашылды менде жемек күтпейші ба? 3 жыл атты аштым. Видео жоқ. Ал енді біздер үндемей атқан адамдарға микрофондарымызды тақаймыз, бір нәрсе өздері жайында қачап айтсын. Ал сіз өзің жайында жалпы қайда оқисыз, не оқисыз, қалай оқисыз? Жақындап айтыңыз. Инстаграм парақшаңызды айтып жүрсеңіз. Мен 30-ші мектепте 6-шы Г сыныбында оқимын. Инстаграм парақшаңыз қандай? Төмен кетсе көтеріңіз. Жарайды, үндемей атқан адамдар үндемей қалды. Тағы не айтсақ болады басқа. Жалпы сендер кітап оқисыңдар ма? Оқимын. Кейде сабақта оқимын. Мен ең көп дегенде оқы деген кезде оқимын, және сабақта оқимын. Болды. Басқа кезде кітапты оқимын былай арасында бір жыл болғанда, бірақ та мен көбінесе андай Google'дан сондай блогерлер жайлы Инстаграмды қопарып солай. Это тебе не поможет. Я тебе железобетонно говорю. Жалпы бізде болашақта осы біздің өзіміздің блогерліктегі адамдар болып, осы ұжым болып, өзіміз кино түсірейін деп отырған. 8А сериалы біткен соң. Өзіміз сериал түсіріп жатырмыз. Түсірейін деп жатырмыз кино. 8А сыныбының алда тағы да бөлімдер шығады. Содан кейін барып біздер өзіміздің жоспарларымызды, жаңағы алға қойған мақсаттарымызды жайлап іске асыра береміз. Жалпы сендер болашақта кім болғыларың келеді? Отырысыңнан айналдым. Көрдің бе менің балам қандай ақылды? Үлкейгенде бастық боласың, иә? Міне, сол үшін мен осы туған қалама қызмет етіп көркеткім келеді. Болашақта үлкен қызметте отырып, бастық боламын. Қандай салада жүргілерің келеді? Өнерде ме, әлде тағы басқа? Өнер. Өнер ме? Сурет салу. Мен журналистика саласында сондай көптеген салаларға қызығамын өзім. Соның ішінде осы блогерлік қазіргі таңда енді барлық адамдар сол блогерлікке қызығады ғой, қанша дегенмен қазір дамыған заман болғасын. Сонымен қатар мен журналистикаға да қызығамын. Ал сен өзің қандай мамандықта? Мен де сол өзім болашақта сценарист болғым келеді, және де осы блогер болғым келеді. Мен болсам, сурет салып, мүсіндеу істе, сол монтажбен бірге
ютубқа солай жіберіп жүрейін деп едім. Ал мен өскенде өзім болашақта өзім әнші болғым келеді. Және аздап өзімнің осы әншілігіммен бірге әнші болып жатсам, осы блогерлікті де бірге алып жүрем. Мүмкін болып қалса актриса да болып қаламын. Жалпы бүгінгі кешімізде үндемей атқан адамдар көп, соларға сөз берейік. Өздерің жайлы тағы да айтып кетсеңдер. Көп дейді. Жалпы өздерің жайында айтып кетіңдер. Қалай не істегілерің келеді? Қандай бағыттарда, неде, Инстаграмда, неде контент таңдадыңдар ма жалпы өздеріңе? Сен қандай контент түсіргің келеді? Бьюти-блогер болғым келеді, яғни дейтін қыздарға арналған шаш, прическалар деген секілді, сосын бояну әдістері, сосын луктар, көктемгі лук, жазғы лук деген секілді сондайлар да. Ондай түсуі деген. Жалпы маған сен кім болғың келеді? Мен әлі Инстаграмдан нақты жүргізем деп ондай ештеңе жоспарлаған жоқпын, бірақ әйтеуір жүргізіп жүрмін. Алдағы уақытта мүмкін бір контенттерді ашып қаламын. Менде монтажбен айналысатын боламын. Бірақ мен сөз салуды ұмытпаймын. Жанерке, сен неден қорқып отырсың? Осы біреуден қорқып отырмын. Егер де сіз Жанерке қорықпасын десеңіз, ендеше лайк басыңыз. Достар, егер де сіздер осылай ұяңдығыңыздан айырылып, ұялшақ болмай, ел алдында сөйлеуге және де өзіңіз телефонмен видео түсіруді, жаңағы телевидениеге шығуды армандасаңыз, өзіңіздің ұялшақтығыңызды жеңгілеріңіз келіп жүрсе, осы Орал қаласындағы жастағы өнер білім орталығындағы жас видеоблогер үйірмесіне жазылыңыздар. Біз бірге боламыз, бірге дамимыз. Енді біздің өзіміздің жаңа кезет формат парақшасында көріп жүрген нәрселеріңізді біздер ол тек шет жағасы, өйткені бұнда көп нәрсе видеоларға түсірілмейді, сондықтан да бұнда тек қана сондағы видеолардағыдай деп ойламаңыздар. Бұл жақта өте жақсы. Бізде өте қызықты, арасында ойындар ойнаймыз, көптеген видео монтаждап үйренеміз. Съемка барысы қалай жүреді, соны бүкілін қарай аласыздар. Ал енді осы біздің YouTube каналымызға тіркелуді ұмытпаңыздар, лайктарыңызды басып қойыңыздар. Достарыңызға жіберіңіздер осы видеоны. Және комментарий жазып кетіңіздер. Инстаграм парақшамызға тіркелуді ұмытпаңыздар. Барлығы төменде. Сау болыңыздар!